Қымбатты көрермен, эфирімізді ары қарай жалғастырамыз. Тікелей эфирде Қайырлы таң Ақтөбе ақпараттық сазы бағдарламасы эфиріміздің тақырыбына сәйкес ары қарай жалғастырамыз. Бүгін біз отбасы төңірегінде сөз қозғап жатырмыз. Ал отбасы және отбасы құндылығы туралы ислам діні не дейді? Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы биылғы жылды ислам және отбасы құндылығы деп жариялаған еді. Сәйкесінше облыс имамдары ненде жұмыс жасап жатыр? Оны бүгінгі қонағымыздан сұрап білмекпіз. Нұрлыбек Шәкизадаұлы, Ақтөбе қаласының бас имамы. Бүгін бізде қонақта. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Қош көрдік. Көңіл-күйіңіз қалай? Шүкір Аллаға. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге рахмет аға. Келгеніңізге ризашылығымызды білдіреміз. Жаңа сөз басында айта кеткендей, биылғы жыл отбасы құндылығы және ислам деп жарияланды ғой. Соған сәйкес нендей шаралар өткізіліп жатыр? Және жалпы ислам дініндегі отбасы құндылығы дегеніміз не? Осыдан бастап. Жалпы бас мүфтиіміз бұны жариялаудағы мақсат енді онысы да белгілі. Осы отбасы құндылығын әрі қарай насихаттау, ұмытылғандарды еске түсіру, жастарға әсіресе жетпей жатқанды жеткізу қайтадан. Енді бұған дейін де негізі ең көп жалпы имамдардың, діни басқарманың бәлкім қозғайтын тақырыбы осы отбасы құндылығы ғой. Бұған дейін де айтылып келе жатты, бірақ биыл ерекше көңіл бөліп жатқаны да сол. Енді отбасы құндылығының қаншалықты маңыздылығын аңғарту ғой. Солай деп ұғуымыз керек. Жалпы мешіттерде біз имамдар, ұстаздар ең бірінші кезекте осы отбасы құндылығын маңыздылығын түсіндіруге тырысамыз. Дәрістерімізде, насихаттарымызда, жалпы биыл енді сол отбасы құндылығы жылы деп жарияланғаннан кейін, арадан 4 ай өтті ғой, ортада Рамазан айы өтті бір ай. Сонда Рамазан айында да осы тақырып өте көп қозғадық. Енді алдағы уақытта үлкен-үлкен конференциялар, семинарлар, дөңгелек үстелдер, кездесулер жастармен, жас отбасылармен осындай жоспарлар өте көп алдымызда. Бұның барлығы түптеп келген кезде осы қасиетті ұғым ғой, енді отбасы деген. Жалпы Құдай тағаланың үлкен бір нығметі, жаңа айттыңыз ғой, енді ислам бұған қалай қарайды, исламды отбасының құндылығын қалай біз бағалаймыз, түсінеміз деп. Жалпы үлкен бір нығмет бұл Құдай тағаланың бір жақсылығы адамзатқа берген. Еркекке әйелді, әйелді еркекке. Құдай тағала Құран-ы Кәрімде бұны керемет мысалмен түсіндіреді. Отбасымен, жаңағы отағасымен оның жұбайының арасындағы байланысқа қатысты. Бір-біріңе сен күйеуіңе өзің отағасына киім іспеттісіңдер, сен де өзіңнің отағасына күйеуіңе киім іспеттісің дейді да. Киім, кәдімгі киетін киім. Құдай осыны біздерге Құранда мысал алып береді да. Енді киім деп неге мысал беріп жатыр бұны? Бұны енді айтпаса түсінікті, былай терең ойлап қарасаңыз, ғалымдарымыз оны ашқап түсіндіреді да. Киім не істейді? Адамға көрік береді. Киім бізді ыстықтан қорғайды, суықтан қорғайды, солай ма, әурет жерімізді, ұят жерімізді қорғайды да. Дәл сол сияқты ерлі-зайыптылар сондай бір қасиетті ұғым, бір-бірінің кемшілігін жауып тұратын, бір-біріне көрік беріп тұратын, қиыншылық келген кезде, ауыртпашылық, тауқымет келген кезде бір-бірін демеп тұратын сондай бір қасиетті ұғым. Құдай тағала осыны Құранда осы мысал келтіреді да. Басқа бір мысалда, аятта сендердің жүректерің тыныштық табу үшін дейді. Араларында сондай мәуәддәтән ва рахмәтән деп келеді. Мейірімділік және сүйіспеншілікті сондай жаратқан, ұялатқан жүректеріңе. Құдай тағаланың үлкен бір белгілерінен дейді да. Ғибрат алатын адамдар үшін дейді. Яғни Құдай тағаланың сондай отбасын құруымызға мүмкіндік беруі, бізді ер қылып жаратуы, әйелді әйел қылып жаратуы, бір-біріне мұқтаж қылып қоюы, және арасында мәуәддәтән ва рахмәтән деген сөз өте маңызды, себебі шешуші нүкте осы жерде. Яғни отбасының бақытты болу үшін, тыныш өмір сүру үшін бұл жерде мейірім мен сүйіспеншілік керек. Ғалымдар осы сөздің екеуінде ара жігін түсіндіріп айтады. Өте нәзік мәселе. Мейірімділік болмаған жерде сүйіспеншілік те болмайды. Сүйіспеншіліктен мақсат махаббат қой. Махаббат дейміз да, өкінішке орай жаңа әлеуметтік экспериментте де қарап отырмыз ғой, ол жерде сол мейірімдік болмағандықтан әке мен баланың арасында сүйіспеншілік болмайды. Бір-бірін сыйлау, құрметтеу деген бәрі жоғалып кетеді да. Сондықтан ғалымдарымыз айтады, бұл жердегі мейірімділік пен сүйіспеншіліктің қатар келуі бекер емес дейді да. Демек, бір отбасы бақытты болу үшін ол жерде міндетті түрде мейірімділік керек. Мейірімділік деген не? Бір-бірінің қарапайым адами тұрғыда құрметтеу. Тек қана өзінің жары емес, өзінің жарын, аяулы әйелін, бала-шағасының анасы ретінде қарау, адам ретінде қарау, сыйлау. Өмірлік менің сырласым деп сыйлау. Және оның көзқарасына да құрметпен қарау. Мейірімдікті соған бөлу, яғни құрметтеу, сыйлау. Бұның барлығы сол мейірімдікке жатады ғой енді. Демек, бізде ажырасудың көп себептерінің бірі сол,
басында керемет күйем сүйем деп қосылады да, кейін арада мейірімдік жоғалып кетеді да, сөйтіп махаббатты алыстап кетеді адам баласынан да. Демек, отбасы исламда өте өзекті мәселе, себебі отбасын құру арқылы тіпті мемлекет құрылады. Отбасы отбасынан басылады дейді ғой, жаңа отан отбасынан басылады деп отқан сол қазақтың. Отбасы дұрыс болмаса, отбасындағы мүшелер, яғни отағасы, оның жұбайы, бала шағасының барлығы дұрыс болмаса, ол отан да дұрыс құрылмайды да. Сол себептен ислам отбасын құруға аса қатты маңыз береді, және отбасында құндылықтар, адами құндылықтар. Ол бірінші кезекте материалдық құндылық емес, ол кәдімгі қарапайым сыйластық, бір-бірін түсіну, мейірімділікпен жақсы көру, құрмет көрсету, қажет кезде оны демеу, онымен сырласу, онымен мәміле құру деген сияқты осындай құндылықтар ғой енді. Осы құндылықтарды сақтауға қатты назар аударады және бізді соған шақырады, насихаттайды. Мешіт имамдардың жалпы жұма күні тек мешіт мінберінде ғана емес, күнделікті қоғамда да уағыз насихат жүргізетінін білеміз. Және дәл осы уағыз насихаттың басты сипаты, бағыты отбасыға қарай арналып отыр. Оны өз сөзіңізде де айттыңыз. Дәл осы уағыз насихат өз кезегінде қандай нәтиже беріп жатыр? Үйінде бір дау жанжал болса, сіздерге келіп ақыл сұрайтындар бар ма? Өте көп, сіз дәл айттыңыз. Жалпы менің осы 20 жылдық қызметімде, бәлкім менен біреу сұраса, ең көп сұрақ қойылған сұрақ қандай сұрақ десе, осы отбасы мәселесі деп айтар едім. Отбасында кикілжіңдер, отбасында түсініспеушіліктер, балаға қатысты, қызға қатысты, әкеге, анаға қатысты. Енді біз былай қараған кезде әрі дінтанушы маманбыз, имамбыз, молдамыз, әрі психологпыз былай қараған кезде. Яғни бұл қаласында қаламасына еріксіз нәрсе, себебі адам бізге қайта-қайта келе бергенсін, қайта-қайта мәселені қозғай беру, сұрай берген кезде амалсыз еріксіз ізденесің, ойланасың, соған кәдімгі жан дүниеңді бересің да. Енді нәтиже өте көп деп айта аламын, себебі бізге енді келгендері қаншама, келмейтіндері қаншама. Енді өкінішке орай келмейтіндер де болады, ұялады, қысылады, мешітке барып мен айтамын, имамнан ұялады, қасиетті жер ғой дейді, мен күнә істедім ғой деп бара алмайтындар бар, бірақ келетіндер өте көп. Жасырын келеді, айтпай келеді. Кейде әйел еріне айтуға қорқады, ұялады да жасырын келіп өзінің үйінің сырын айтады. Біз соған түсіндіріп айтамыз қолдан келгенше. Енді ең ішіндегі ауыр жаңағы мәселелердің бірі бұл ажырасу ғой, талақ мәселесі. Біз бұны қолымыздан келгенше, әуелі Алла ғой, біз енді бір Құдай емеспіз, басқа емеспіз, сиқыршы емеспіз, Құдай сақтасын, қарапайым адамбыз. Мен де бір 5 баланың әкесі ретінде өзімнің тәжірибемді айтамын және дініміздің қасиетті құндылығын түсіндіремін. Құранда не айтылды болған қатысты, пайғамбарымыз не айтылды болған қатысты. Енді әуелі Алла, және екіншісі сол адамның пейіліне байланысты ғой. Жалпы мешітке келген кезде ол түзелем, оңалам деп келеді ғой көпшілігі. Сол мүмкіндік біз пайдаланамыз да, не істейміз? Қасиетті мекенде отырсыз деп әңгімемізді бастаймыз да, осыны түсіндіреміз да. Жалпы бір нәрсені айтам көбінесе. Бұл өмір қамшының сабындай, торғайдың тұмсығындай, ұшып өткен құспен тең дейміз. Қысқа өмір ғой өзі. Қосылған кезде де адам негізі ниеттен бастау керек. Біз осыны көбірек осыны түсіндіреміз. Яғни мен не үшін отбасын құрып жатырмын? Неге мен неге қиып жатырмын? Бұдан кейін ары қарай өмір қанша екенін біз білмейді ғой, бір Алладан басқа. Сондықтан ниет түзу болу керек. Ең басында мен мына әйел таңдап жатырмын, мен осы еркекке күйеуге шығып жатырмын. Болды, осы мен өмірлік сырласым, өмірімнің соңына шейін осы бірге боламын деген ниетте адам үйлену керек та болды. Соны сүйдің, бүкіл оның кемшілігімен қосып бірге қабылдау керек та. Және бұл жерде ең басты қателіктердің бірі жастардың басында қыз балада, ер балада өзінің кемшіліктерін жасырады. Кейбір мінез құлықтарын айтпайды. Өмірдегі негізгі нүктелерді түсіндірмейді, отбасындағы жайды түсіндірмеуі мүмкін. Көбінесе осыдан басылады негізінде. Неге? Себебі біз сол әңгімеден байқаймыз, былай деп айтып едің ғой, менің жұмысым бар деп айтып едің ғой, осындай үйім бар деп айтып едің ғой, немесе мінез құлықты кемшіліктерді білдірмедің ғой, бірақ үйленгеннен кейін сен осындай екенсің ғой. Қарасам сенің осындай кемшіліктерің бар екен ғой деген сияқты. Сондықтан премьерім дедім ғой деген бе? Сол сияқты ма? Өмірде қандай болсаңыз, үйде сондай болу керек. Үйде қандай болсаңыз, өмірде сондай болу керек та. Және ниет үйленемін, өмір бақи осы кісімен, осы ер кісімен соның қарамағында боламын, өмір бақи өмір сүремін деген ниет болу керек та. Осы мәселені көбірек айтамыз. Және талақ деген нәрсе жалпы оңай нәрсе емес. Алла тағаланың ең жек көретін, сүймейтін амалы. Бірақ оған рұқсат етілген. Неге десеңіз, өмір болғаннан кейін кейде талақтың есігі жабылмайды, себебі өте шығатын тығырыққа түседі адам баласы. Сондай жағдайда ғана оған мүмкіндік беріледі болды. Болмаса, болмашы нәрсеге дүниеге бола, маған шуб алып бермедің, ойбай, көлік алып бермедің, немесе білмеймін жаңағы
енеммен бірге тұратын болдық, олай болса мен ажырасам деген сияқты болмашы нәрсеге талақты беруге, ажырасуға мүлдем болмайды. Дініміз бұған қатаң тыйым салады. Жөнақ, енді тағы бір тұсы, ол бір-бірінің орнын білмеу, иә? Себебі батыс қоғамы ерлі зайыптылар тең, күйеу мен әйел тең деп өсіреді. Ал қазақ қоғамы ер адам бір саты жоғары тұрады дейді. Ислам діні бұл көзқарасты қалай қалыптастырады? Дәл солай, қазіргі қоғамда өте түйткілді мәселені айтып отырсыз. Өкінішке орай қазіргі заманда сол Европаның жаңағы психологиясы дейміз, коуч деп жатырмыз, неше түрлі қойшы терминдер көбейіп кетті. Бірақ өкінішке орай оның астарын қарап отырсаңыз, үлкен бір күрделі, оны бір түсіну үшін үлкен бір университет оқудың қажет емес. Қарапайым өзіміздің дәстүрімізде тұнып тұрған кәдімгі қасиеттер ғой. Тек бұны адамдар өзі, сол отбасындағы адамдар өздері істеуден қалды, сол дәстүрді ұстанбайды, қарапайым қасиеттерді соны іске асырмайды, өміріне қолданбағандықтан не істеп отыр? Өзі бір жұрдай, ешбір қасиетсіз, жаңағы көргенсіз, былай айтқан кезде ауырсыздыр ғой, өмірде жаңағы ештеңе жетістікке жете алмаған қарапайым адам сияқты санап қалады да өзін. Сөйтеді де не істейді? Қызыл-жасыл жаңағы Европаның, батыстың, жаңағы Инстаграм, тиктоктан шығып тұрған нәрсесіне көз салады да бірден соған алданып қалады. Өкінішке орай біздің дініміз бұны қайта-қайта қасиетті Құран Кәрімде жүздеген аяттарда бұны ескертіп айтады. Және пайғамбарымыздың мыңдаған хадистерінде осы нәрсе айтылады. Және біздің бабаларымыз, біздің абайымыз, шәкәрім бабаларымыз, біздің мына алаш қайраткерлері осының барлығы негізі жырларында, біздің жаңағы Әйтеке би, Қазыбеке билеріміз де осының бәрі әрбір сөзін айтып кеткен ғой, отбасын, отағасының орнын, әйелдің өзі орнын бәрін түсіндіріп кеткен. Жалпы дін мен дәстүрді біз тырнақ пен терідей біте қайнасқан қасиет, құндылық деп қарауымыз керек. Дәл сондай шындығында. Бұл неге айтып отырмыз? Себебі біздің бабаларымыз, сіз айтып отырған мәселеде сол діннен барлығын алып отырған ғой. Құранын алды, пайғамбар хадисін алды да соны іске асырды болды. Қарапайым, сіз айтып отырған отағасы неге ол бір саты жоғары тұрады? Ол бір әйелді бір қор көруде емес мәселе. Әйел баласы нәзік, жаратылыс сондай өзі. Ер адам әрдайым түзде жүреді. Қиыншылық, суыққа ол төзу керек, қиыншылыққа ол сабыр ету керек, әйел сияқты емес. Ауыр затты көтереді, ол сөйтіп бала шағасын асырау керек. Оның негізгі міндеті сол да. Ал әйел өз жаратылысында нәзік болғандықтан, бұл жердегі ғалымдар соны айтады, нәзік болғандықтан ол не? Күйеуіне бағыну керек дейді да. Біз бірақ өкінішке орай осыны Европаның келіп отқан психологтардан байқаймыз, бұны керісінше түсінеді да. Немесе білмеймін, дұрыс түсінбегеннен кейін, исламның құндылығын дұрыс түсінбегеннен кейін солай түсіндіреді деп ойлаймын мен. Нені айтып отырмын? Яғни ер азаматқа бағыну деген сөз бұл зұлымдық деп қарайды да. Бұл зұлымдық емес. Біздің зұлымдық болатын болса, біздің дініміз соны бұйыра ма? Пайғамбарымыз соны бұйыра ма? Осы уақытқа шейін бабаларымыз, аталарымыз, әкелеріміз, енді алысқа бармай қояйық, кешегі осы Советский Союз дейміз, соның заманның өзінде арадан көп уақыт өткен жоқ, 30 жыл, 40 жыл өтті ғой. Сол кезде көзіміз көрді ғой бабаларымыз. Сол отағасын сыйлаған, отағасы кеткен кезде әкең келе жатыр деп тәрбиелеген аналар жақсы болды ма, жаман болды ма? Жаман болған жоқ. Содан тәрбие көрген біз мысалға жаман болдық па? Жаман болған жоқпыз. Демек, ол жердегі арадағы баланс қой, тепе-теңдік. Құдай солай жаратып қойған еркекті бір саты жоғары қойып қойды, әйелді бір саты төмен жаратты. Бірақ бұл қор көру, менсінбеу, тәкаппарлық деген мағынаны білдірмейді. Бұл жаратылысқа байланысты мәселе да, көресіз ба? Тіпті керек болса, шындап келсек, жеме-жем келген кезде әйелдің кейбір жасайтын нәрсесін ер адам жасай алмауы мүмкін. Мысалға бала әкелу мысалы, еркектің қолынан келмейді тіпті керек болады мысалы, дұрыс па? Бұл жерде теңестіре алмаймыз, көрдіңіз ба? Бұл кезде әйел жоғары тұрады. Әйелдің қырық жаны бар дейді мысалы, ананың, дұрыс па? Әйел бір қолмен бесік тербетсе, бір қолмен әлем тербетеді дейді мысалы, қарап отырсаңыз. Демек, құндылықтарды біз кейде шатастырып аламыз да, және өкінішке орай өзіміздің тұрып тұрған қасиетті дініміз тұр, ислам, Құранымыз тұр, пайғамбарымыз тұр, бабаларымыз тұр, дәстүріміз тұр, мәдениетіміз тұр, әдет-ғұрыптарымыз тұр. Бірақ өкінішке орай қазіргі таңда осы коуч, психолог енді барлығына бірдей топырақ шашуға болмайды. Оның ішінде кәдімгі сауатты, мәдениетті, дәстүр мен дінді байланыстырып түсіндіріп отырған, ұштастырып отырған психолог мамандар да бар, бірақ өте аз. Бірақ өкінішке орай біз көбінесе біреудің жылтырақ өміріне, байлығына, мінген машинасына, тұрған үйіне, жылтыраған киіміне қарап не істеп отырмыз? Құндылық сол деп шатастырып отырмыз. Сол себептен де өзгеріс болып жатқан жоқ. Соны өзгерем деп миллиондаған ақшасын шашып жатыр, қаншама отбасылар сол семинарға қатысамын деп, бірақ өзгеріп жатыр ма, өзгеріп жатқан жоқ. Бала тәрбиелеп отыр ма, тәрбиелеп жатқан жоқ. Демек, қарапайым өзіміздің ешқандай ақша бермей-ақ
тұнып тұрған қасиетті жаңағы дәстүріміз тұр, дініміз тұр, соның құндылықтарын алып, сонымен бірге өмір сүру керек та, өмірде соны іске асыру керек. Болды, басқа ештеңе керек жоқ. Бағдарламаның барысында әріптесіміз екеуміз осы тақырыпқа қатысты бір пікірталасқа келіп қалған едік. Батыстық менталитетті жақта да әріптесім Нұрила, ал мен болса керісінше дәл осы қазақы тәрбиені әрі қарай да насихаттау керек деген сияқты. Бұл енді біздің пікіріміз ғой, субъективті пікіріміз дәл қазіргі кезде. Десе де тұшымды пікір білдірдіңіз, нақты нүктесі осында қойылу керек сияқты жұп-жұмыр сұхбат болды. Нұрлыбек мырза, уақытыңызды бөліп келгеніңізге ризашылығымызды білдіреміз. Жұмысыңыз жүре берсін, абырой биігіңіз арта берсін. Рахмет.